Абайдан қалған нақыл сөз бар. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп. Бұл сөзді еш бұрмалаусыз тура қабылдасақ, Абай тегі, нәсілі, діні, тіліне қарамай-ақ адам ата баласының барлығын құрметте дегенді меңзейді. Ал тәпсірлейтіндер тағы да Абайдың толық адам философиясына жүгініп, әрбір ақылды адамға иман парыз, иманды адамға ғибадат парыз сөзін алға тартады. Содан келіп, Ибрахим Құнанбай баласы әдепкіден адамзаттың бәрін сүй дегенде толық адамды сүйді меңзеді дейді. Бұл әрине түпсіз дауласа беруге болатын тәпсір. Біздің бүгінгі сұхбаттың мәні бұл емес. Астанада өтетін әлемдік және дәстүрлі дін лидерлерінің 7-ші съезі. Нақтысы сол дінбасылар жиынының ауқымы мен маңызы. Сарапшымыз Әлкей Марғұлан. Қош келдіңіз. Көп рахмет. Әлкей, біз сізді мынау мемлекеттік істерде, жалпы халықаралық оқиғаларға сергек көзбен қарайтын сарапшы есебінде білеміз. Мынау дін лидерлерінің съезі өтейін деп жатыр Астанада. Осыған байланысты бұл бізге қаншалықты қажет деген сұрақ бар. Бұл біздің сұрақ емес, енді қоғамның сұрағы. Көп рахмет. Сұрағыңыз өте өзекті. Расымен де, егер де біз көптеген саяси өтіп жатқан шараларға қоғамның өкілі, мемлекеттің азаматы ретінде қарайтын болсақ, оның мемлекетке, біздің қоғамға қаншалықты пайдалы екен деген сұрақ болатыны белгілі. Бірақ та түпкі тереңге басып қарайтын болсақ, қазақ халқының өзі, жаңа Абай атамыз айтып өткендей, гуманистік, адамшылық философиясын өзінің түп қазығы, ділі ретінде білетін халық. Сол себепті бұл 2001 жылдан бері басталған әлемдік және дәстүрлі діндер съезінің ең негізгі маңыздылығы, ол осы орталық Азия аймағында үлкен екі аймақтық держава Қытай мен Ресейдің арасында, сонымен қатар біреу конфуциандықты, біреу христианды ұстанып отырған. Бірақ сонымен қатар астымызда Ауғанстан секілді әлемдік қауіпсіздікке өзінің қауіпін төндіретін белгілі бір режимдердің бар болуына қарамай, Қазақстанды бейбітшіліктің, қаншама діндердің, қаншама ұлт өкілдерінің басын қоса алатын қоғамдық модельді қалыптастырып, соны әлемге таратудың саясатын бастады. Ол нақты жүйеленген және кешенді түрде қабылданған өзінің мемлекеттік мүддесін ойлаған шара болды. Қазір тура солай қала береді. Неге десеңіз, мысалы, көптеген халықаралық текетірестердегі көптеген қақтығыстардың түп негізі ол көзқарастар қақтығысы болып жататындығын байқаймыз. Идеялар қақтығысы. Ол кезінде көбінесе бұндай дінаралық қақтығыстарды зерттеудің күшті орталығы ол Америка Құрама Штаттары болып табылады. Сол жерде Гарвард университетінің профессоры Сэмюэл Хантингтон бар. Оның әдемі еңбегі бар. Өркениеттер қақтығысы деп. Олардың болжамы бойынша 2000 жылдар, яғни 21 ғасырдағы ең негізгі саяси экономикалық соғыстармен немесе белгілі бір шиеленістердің негізі ол өркениеттердің қақтығысы болады дейді. Ал өркениеттің үш белгісі бар. Ол оның тілі, ол оның діні, ол оның өнері. Сол себепті ол жағына алып қарайтын болса, Қазақстанның шыны керек бұл гуманистік саясат емес, бұл халықаралық саясаттағы гуманитарлық басым бағыттағы шаралардың бірі болып табылады. Әлкей, тағы да осы тақырыпта сұрасақ, біз жалпы Қазақстан өзіне тәуелсіздік алғалы осындай халықаралық өзімізге имидж беретін шараларға былай назар аудардық. Әрине жас мемлекетке танылу керек. Қазіргі ахуалда осы 30 жылдың өзінде Қазақстан ксенофобия жоқ, жаңағы бір-біріне толеранттылықты қалыптастырған мемлекет болып саналды. Осы біздің қоғамға бірлікті берген шығар. Біздің басқа сыртқы имиджімізге не берді? Өте мықты сұрақ. Расымен де, мысалы, ішкі саясатта жаңағы айтып кеткен жетістіктер бар. Яғни қазақ ұлты титулды ұлт болса да, біз өзге ұлттарға да тең мүмкіндік беріп отырмыз деген мәселе бар. Ал сыртқы саясатқа, діни бізде де тұрақтылық бар. Ол өте жақсы нәрсе. Себебі расымен де біз жер көлемі бойынша үлкен болып, халық саны бойынша аз мемлекетке ішкі саяси тұрақтылықты сақтаудың кез келген
тәсілін пайдалану ол қазіргі болсын өткен мемлекеттік басқарудағы идеологияға жауап берген азаматтардың негізгі мақсаты болды. Ол және сөйтіп қала береді де. Ал сыртқы саясатта қандай? Дұрыс айтасыз, тәуелсіздік алған жылдары біз әлемге тек қана шикізаттық мемлекет ретінде танылдық. Мұнайы бар, газы бар, ураны бар. Менделеев кестесіндегі 110 элементтің 90-ы зерттелген, қайтадан 15-і зерттелу алдағы қарастырылып жатқан мәселе. Ал енді одан бөлек сонымен қатар Қазақстан әлемдік мысалы дамуға қандай модель, қандай бастамалар ұсыналады дегенде мәселе болды. Имидж тарапынан, дұрыс айтасыз, имидж тарапынан біртіндеп Қазақстан туралы біле бастады. Қазақстанға көптеген саяси шешімдер қабылдайтын орталықтардың өкілдері келе бастады. Үлкен саяси халықаралық тұлғалар келіп Қазақстанды мойындай бастады. Ол өзінің эффектісін берді деп ойлаймын. Бірақ өмір бір орында тұрмайды. Қазір біз 30 жыл бұрынғы немесе 20-10 жыл бұрынғы халықаралық күн тәртібіндегі мәселелердің өзгеріп жатқанын байқаймыз. Ендігі кезде Қазақстандағы мысалы ұлтаралық немесе дінаралық диалогтың моделі көршілес мемлекеттердің арасында қақтығыстардың шешу жолына өзіндік мысалы әсерін беру мүмкін деп ойлаймыз. Себебі көршілес өзіңіз көріп отырсыз, Ресей мен Украинаның арасындағы әскери қақтығыс. Көптеген мысалы дін өкілдерімен де ол айыпталып жатыр. Яғни ол дін өкілдердің басын Ресей өз территориясында қоса алмайды. Европаның ешбір мемлекетіне Ресей және Ресейді қостап отырған одақтас аймақтық мемлекеттер жиналмайды. Яғни Қазақстан өзінің мысалы диалогтық кеңістігін бере алады. Тура сол секілді көрдіңіз бе? Әрбір нәрсенің астында мүдделердің қақтығысы жатады. Бұл дін өкілдерінің келетін әрбір мысалы Ватиканның да Рим папасы жайдан жай келе жатқан жоқ. Әрқайсының өзінің белгілі бір саяси мүддесі бар. Жаңа осынау Украина мен Ресей арасындағы қарулы қақтығысты өзіңізді айтып өттіңіз. Бөлек сұрақ есебінде қойғым келіп отырған. Дегенмен осы жерде жалғастырып кетсек, бізде, біздің мемлекетте, біздің Нұр-Сұлтан қаласында бірнеше діннің лидерлері бас қосады. Осының мынау қарулы қақтығысты соның жаңағы шектеуге, болмаса қарулы қақтығысты тоқтатуға, тіпті болмаса ептеп осы өркениеттер қақтығысы дейміз ғой, былайша айтқанда, осы мәселені жұмсартуға бір қандай да бір ықпалы болады ма? Қандай болжам айтасыздар? Алдын ала айту өте қиын. Себебі біз қазір күн тәртібінде расымен де тақырыбы постковидтік кезеңдегі адамзаттық құндылықтардың қайта қалпына келтуі. Келетін адамдардың пікірін тыңдау керек. Содан кейін ғана бір нәрседе бір қорытынды жасай аламыз. Бірақ та егер де реалистік тұрғыдан қарайтын болсақ, осы дін басылардың келген және олардың айтатын ойлары әскери болып атқан жағдайға қатты әсер етеді деп мен сенбеймін. Жеке басым. Себебі шыны керек, соғысқа қатысып атқан мүдделес тараптардың, олардың ұстанып отырған саясаты тым қатты реалистік. Реалистік саясат өмір жүзеге асырылатын болса, ол жерде идеализмге орын аз беріледі. Яғни келіссөздер жүргізу, сонымен қатар халықтың эмоционалдық жағдайына қатты мән беру, ортақ құндылықтар табу деген мәселе ол жерде қазір екінші қатарға кетіп отыр. Бірінші тарапта олар өздерінің мысалы аймақтық белгілі бір дәрежедегі мысалы Ресей тарапынан империялық амбицияның қайта реваншизм байқауға болады. Ал жаңағы Қазақстандағы дін өкілдерінің үндеуі, ол халықты оятады. Көрдіңіз ба? Біз мысалы ертең келіп отырған дін өкілдерінің пікірлері халықтың өтіп жатқан мысалы көптеген саяси болсын, өзге де мысалы адамның ішіндегі жеке сұрақтарына жауап беруі мүмкін. Мысалы өз бауырына деген соғыс ашуы қалай бағаланады дін тұрғысынан, немесе дін өкілдері бұндай жағдайда қандай үндеу жасайды деген әрине бақылаушылар бар. Себебі біз қалай ойлаймыз? Біз ойлаймыз мысалы адам ақпаратты қабылдады болды деп. Одан бөлек мысалы ертең өтетін дін съездеріне қаншама бұқаралық ақпарат құралдары келеді. Олардағы отырған консультанттар, ол жерде отырған аналитиктер өз көзқарасымен
әртүрлі ақпарат таратады. Соның барлығы тұтынушы халыққа келіп тиеді ғой, адамға. Ресми мәлімдемелер де болады дейсіз ғой. Көп болады деп ойлаймын, иә. Енді мынау съездің тақырыбын жаңа өзіңіз айтып өттіңіз. Осы съездің, бұл енді 3 жыл сайын өтіп келе жатқан съезд, осы съездің ерекшелігі қандай болмақ, маңызы қандай болмақ? Сол туралы бір қысқа айтып өтсеңіз. Енді постковидтік деп тақырыпты алып отыр ғой, себебі ковид коронавирус кезінде жүзеге ажыратып жіберді ғой кішкене. Өте қатты ажыратты. Бір екіншіден көптеген адамдар жұмыстарынан айырылды, жақындарынан айырылды. Белгілі бір дәрежеде ковид адамдардың құндылықтар жүйесіне өте қатты өзгеріс енгізді. Ол алысқа бармай қойып, қазақ халқының өзінде де қазір мысалы бір-біріне қонаққа бару, той жасау деген мысалы шаралар азайды. Неге? Себебі көбілері туған туысқандарынан айырылып қалды. Кей адамдардың мысалы денсаулықтарына зақым келді. Ол мысалы әрбір ондай күйзеліс рухани күйзеліске алып келеді. Рухани күйзелістегі адам ол қайда барып жүгінеді? Дінге барып жүгінеді. Қандай адам болмаса, христиан болсын, католик болсын, буддист болсын, мұсылман болсын, барлығы өздерінің өмірдегі қиыншылықтарына жауапты қасиетті кітаптардан іздейді. Сол себепті қазір кездегі әлем бойынша адамдық қасиеттердің, сонымен қатар көп гуманистік, адамзатқа ортақ мейірімділік, қамқорлық деген дүниелердің азайып бара жатқандығы бірінші кезекте дін институттарының құндылығының маңыздылығының төмендеп кеткеніне қауіп төндіреді. Сол себепті бұл жердегі қазір келіп отырған, келгелі жатқан бүкіл дін өкілдерінің бірінші мақсаты олар құндылықтарды, адамзат құндылықтарды қайта насихаттай отырып, оларды енді заманауи технологиялармен жастарға жеткізе отырып, өздерінің беделін қайта қалпына келтіруді де олар ойластырып отыр. Екі жаққа да пайдасы бар. Әрине. Екі тарапқа да пайдасы. Екі тарапқа да. Осы съезге үлкен жаңалықтың бір Рим папасы келеді деп отырмыз. Тағы да басқа қандай кісілер болады? Енді қазір 49 мемлекеттен 110-ға жуық делегация келеді. Оның ішінде жаңағы Әл-Асқар, үлкен ислам орталығының бас имамы Әл-Таиб мырза келеді. Сонымен қатар мысалы Иерусалимский католиктік шіркеудің басшысы келеді. Енді бүкіл ресейлік патриарх Кириллдің мәлімдемесін естідіңіздер. Олар айтты, біз бұл жұмысқа қатыса алмаймыз, бірақ та ресми делегацияны жібереміз деп. Себебі оның алдында Украина мен Ресейдегі соғыстың алдына дейін оларда дінаралық қақтығыс көп болды. Яғни украиналық шіркеу Мәскеудің бас тартып, олар Мәскеудің ықпалынан шығып өздерінің... Көрдіңіз ба, бұл жерде көптеген мәселе ол Рим папасының со Кирилл екеуі кездесуі мүмкін деген немен жүрді. Ал қазіргі жағдай геосаяси өкінішке орай олардың келісімге келмек түгіл бір-бірімен көрісуіне мүмкіндік бермейді. Себебі екеуі екі лагердің өкілі. Осы Рим папасына байланысты тағы да бір сұрақ қояйын деп едім. Енді сіздер сыртқы саясатты білесіздер, жаңағы оқыған азаматсыздар. Бірақ біздің қазақы қоғамда ішкі тарапымызда біз Рим папасының жалпы маңызын, оның саясаттағы маңызын, енді діндегі маңызын, ол үлкен әңгіме шығар, саясаттағы маңызын көп біле бермейміз. Енді оған біз кінәлі емеспіз. Осы туралы кішкене айтып өтсеңіз, Рим папасының әлемдегі ықпалы қалай? Рим папасының ол әлем бойынша ықпалы жоғары. Себебі ол кісі басқарып отырған шіркеу, ол әлемде 3 миллиардқа жуық католиктердің басын қосып отыр. Яғни 3 миллиард миссиясы бар. Рим папасының Қазақстанға сапарын тек қана Қазақстанмен шектеу, ол кішкене дұрыс болмайды. Ол Қазақстанға мемлекеттік сапар жасап жатқанымен, оның ертең миссиясына осы Қазақстанға жақын бүкіл Орта Азиялық, Монғолия, Ресейден католиктердің бас қосуы жоспарланып отыр. Яғни оның Қазақстанға келуі, ол Орталық Азияда Қазақстанның мысалы көшбасшы ел ретінде қабылдап соған келуінің бір белгісі. Ол бір. Екіншіден, Рим папасының мысалы әлемдегі өте үлкен үлесін олардың мысалы үлкен конфликтілерді шешудегі рөлімен, сонымен қатар әлемдегі өтіп жатқан халықаралық жағдайларға айтатын пікірлердің құнды болуымен маңызды. Мен өзім жеке басым ойлаймын, бұл кісінің сапарында бұл кісі әлі біршама өте маңызды үндеулер жасайды, пікірлермен бөліседі. Және оны мысалы Ресейде емес, Европаның белгілі бір мемлекетінде емес, іргелес Орта Азиядағы орналасып жақсарту үшін. А бізде ғылым не үшін? Мысалы, дамыған елдердегі ғылымның 60%
ол қорғаныс өнеркәсіп кешеніне бөлінеді, оборонкаға, яғни қорғанысқа бөлінеді. Қорғаныс деп айтылады, бірақ енді қару ғой ол. Қару. Иә, қарулану. Яғни ең мықты адамдар олар қаруға. Ал ол қару барып басқа бір қоғамды, басқа бір мемлекетті қанауға арналады, немесе біреуден қорғануға арналады. Яғни көрдіңіз ба, адамзат идеалистік өмірге тырысқанмен реалистік тұрғыда өмір сүріп жатыр. Ал олардың арасындағы балансын қалыптастыру, міне, қоғамдағы діни институттардың, қоғамдағы негізгі идеологиялық институттардың негізгі мақсаты сол болу керек. Яғни адамға айту керек, я сен технологиялық дамуға тырыс, білім ал, заманауи, қоғамды дамыт, әл-ауқатты жақсарт, өте күшті өмір сүр. Бірақ сонымен қатар ішкі моральдық, адамдық қасиеттеріңнен жұрдай болма, негізіңді ұмытпа, тегіңді ұмытпа, жүрегіңді сау ұста деген, сонымен қатар соны ұстап отыратын адамзаттық, мысалы, ортақ, яғни гуманистік нелерді, принциптарды қатар ұстап отыру керек. Оның бәрін жүзеге асыратын, біз айтамыз ғой, неге дамуға президент жауап беру керек, үкімет, оған экономикалық институттар жауап береді. Ол тек қана бір ғана үкімет жауап бермейді, ол өзге де мысалы институттар жауап береді. Сол сияқты адамның озбырланып кетпеуіне, адамның құнсызданып кетпеуіне, яғни өзінің өмірін бағаламай төмен болып кетпеуіне рухани идеологиялық институттар күшті жұмысын жасау керек. Сонда қарама-қайшылық болмайды, біріншіден, екіншіден бір жақтан екінші жаққа қатты кетіп қалу болмайды. Сол ара салмақты ұстап тұрған дұрыс деп ойлаймын. Оған енді кімдер қызмет етеді? Мысалы, енді дін өкілдері, мысалы, тек дін өкілдері емес. Адамзат жаралғалы дін бар, иә, мысалы, әртүрлі деңгейде, бірақ адамзат баласы ғылымнан да кенде емес, ғалымдардан да кенде емес. Адамзат баласы саясаткерлерден де кенде емес. Жаңағы осы тұрғыдан алғанда кім жауап беру керек? Мысалы, ізгілікті, жаңағы мейірімді насихаттаушы кім болуға тиісті? Бірінші кезекте адамның өзі. Отбасыда ата-ана, бала бақшада тәрбиеші, мектепте ұстаз, үлкен өмірде сенің қоршаған ортаң, яғни әріптестерің бір. Екіншіден, олардың дұрыс білім алуына ғалымдар ортасы, яғни университет ортасын, мектеп ортасын өте сондай жүйелі түрде, тек қана оларды, балаларды халықаралық дәрежеге шығарып, тек қана әлемдік университетке түсу жағынан жарысып рейтинг қуудан емес, бірінші кезекте тұтастай тұлғаны қалыптастыру. Яғни кішкентай кезінен бастап оның бойына сен азаматсың, сен тұлғасың, сен бірінші кезекте үлкен өмір иесісің деген мысалы постулаттарды сіңіре бастап, сол сіңіріп өсіріп келе жатқан баланың бойына қажетті материалдық мысалы ғылым, білім, ілім иелерін жинау. Яғни бұның барлығы көрдіңіз бе, сол кішкентай кезден бастау алады деп ойлаймын. Екіншіден, мысалы көптеген қазір қоғамда болып атқан қолайсыз жаңалықтарды оқыған кезде, мысалы көбілері ата-аналарын немесе қоршаған ортасын кінәлап жатады. Қоғам ретінде бәріміз кінәліміз. Тура сол секілді әлемдегі мысалы болып атқан, қай территорияда болып атқан қақтығыс болмасын, оған бүкіл адамзат кінәлі. Себебі көзді жұму бар, өзіңнің мүддеңді басқа мүддеден жоғары қою бар, жеке тұлғалық деңгейде, мемлекеттік деңгейде. Сол себепті осындай дүниелер, мысалы съезд болсын, өзге де мысалы біздегі ұлтаралық диалогтың форматы болсын, олар осындайлардың алдын алып отыру керек. Яғни превентивтілікті қамтамасыз етіп отыру керек. Съезге байланысты тағы да оралсақ, соған бір қандай да бір нақты құжаттарға қол қойылып, нақты жаңағы міндеттемелер алады ма мемлекеттер, я болмаса осы съезге қатысушы жаңағы ұйымдар, құрылымдар? Енді көрдіңіз, бұл съездің қорытындысы бойынша қабылданатын құжат, ол коммунике болсын, ортақ үндеу болсын, ол міндетті түрде орындалуы міндетті мазмұнға ие емес. Көрдіңіз, ол халықаралық мысалы шарттар регламентте тіркелмейді. Бірақ ол үндеу мысалы Біріккен ұлттар ұйымы арқылы мысалы әлемге таратылуы мүмкін. Бірақ та оны қайтадан кім оны жүзеге асырады және оны жүзеге асырмайды, оны баға беру өте қиын. Себебі қазір бұл жерде келіп отырған дін өкілдері бұлар бір-бірлерінің тамырын баспақшы. Болып атқан жағдайларға көзқарасы қандай екендігін біліп, әрине ортақ көзқарастарын қалыптастыратын және де келісетін дүниелерге олар қол қояды. Келіспейтіндерге ол
қол қою. Бұл жерде тағы бір дүние бар сияқты, мысалы қазір пікір білуге, ұстаным білуге коммуникациялық құралдар жетеді ғой, енді әлгі атам заман емес, қазақша айтқанда. Сондықтан бұл жерде мынау бетпе-бет келу, бір-бірімен біздің мынау елордамызда бас қосуы, біздің елімізде бас қосып, бір-бірімен бір столдың басында отырып диалог жүргізуі маңызды секілді көрінеді маған кейде. Өйткені әйтпесе мына мәселеде мына дін өкілдерінің ұстанымы қандай, болмаса мынау институттың ұстанымы қандай деген оны анықтап отыру қазір мәселе емес шығар деп ойлаймын. Мен де солай ойлаймын. Мен де сіздің пікіріңізбен толыққанды келісем. Бұл жерде адамдардың бір-бірімен сөйлесе тұрып ниетін білу, бұл өте маңыздырақ. Мысалы, қазір көптеген коммуникация құралдары бар болғанмен, олар сол коммуникация құралдарының өздері араларын мысалы жылытып жатқан жоқ. Сол себеп бұл жерде мысалы иудейдің мұсылманмен сөйлесуі, мысалы мұсылман мен буддисттің сөйлесуі, көптеген мысалы аймақтық оңтүстік шығыс Азия мемлекеттерінде қақтығыстар бар буддисттер мен мұсылмандардың арасында. Таяу шығыста білесіз, еврейлер мен мұсылмандардың арасында. Одан бөлек қаншама мысалы секталардың арасында қарама-қайшылықтар, діни мүддесі бар. Сол себепті бұл жердегі ең негізгі көзбе-көз сөйлесу, жүзбе-жүз кездесу, бір-бірінің позициясын бір-бірінен нақты шынайы түрде есту. Солай. Тағы да бір сұрақ қойғым келеді, енді сіз саясатта сөздің басында айтып кеттім, жақсы білесіз деп. Қазіргі халықаралық ұйымдардың беделінің әлсіреуі, былайша айтқанда сөз өтпеуі, көптеген конфликтілерге қатысты қандай да бір мәлімдемелер жасайтын. Енді бұл жерде мен Біріккен ұлттар ұйымын айтқым келіп отыр, өзіңіз де сезіп отырған шығарсыз. Осындай ұйымдардың түбінде түпқалықсыз болып қалуына әкелмейді ме? Маңызын, құнын жойып жібермейді ме? Мысалы, қазіргі мынау біздің көрші мемлекеттерде болып жатқан конфликттер бар. Ол солтүстік тарабымызда емес, шығыс тарабымызда да ондай конфликттер Тайвань аралына байланысты. Мысалы, осындай кездерде біздің халықаралық ұйымдар жаңағындай мәлімдемелер жасағанмен оны ешкім орындап жатқан жоқ. Осы түбінде халықаралық ұйымдардың әлсіреуіне тіптен мүлде жойылып, жаңа ұйымның құрылуына әкелмейді ме? Қалай ойлайсыз? Әбден мүмкін. Себебі мысалы Біріккен ұлттар ұйымы ол 1945 жылғы соғыстың қорытындысы бойынша құрылған ұйым. Қазір мысалы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қырғи-қабақ соғыс бітті. Әлем мультиәлемге өзгерді. Яғни кей кездері кішкентай мемлекет әлемдік деңгейдегі мысалы саясатты жүзуге мүдделі, немесе оның күші жетеді. Ал бұрынғыдай кеңес үкіметі мен Америка құрама штаттары деген жоқ. Қазір Азияда лидер даусыз ол Қытай болса, Европа ол жеке-жеке шыға алмайтынын біліп, Европа ол одаққа бірігіп отыр. Америка құрама штаттарына мықты Европада, мықты Ресейде, мықты Қытай республикасы да керек емес. Сол себепті бұл жерде көрдіңіз бе, Біріккен ұлттар ұйымы егерде сыңар жақты тек қана Америка құрама штаттарының территориясында болғандықтан солардың ғана саясатын ұстап, батыс блогының мысалы ұйымы болатын болса, оның НАТО-дан айырмашылығы болмайды. Оған деген мысалы Латын Америкасындағы Американың саясатына жүргізіп отырған қарсы мемлекеттер, таяу шығыстағы кейбір аймақтық державалар, Ресей болсын, Қытай болсын, ол ұйымға тек декларативті ұйым ретінде қарайды. Яғни оның құны кетеді. Шығарып жатқан резолюциясының орындалуы ол дауыс үстінде болады. Сол себепті қазір кезде халықаралық қатынастарда қырғи-қабақ соғыстан кейінгі құлдыраған жүйенің эрозиясы біртіндеп сезіліп келеді. Оны қазіргі президент Қасым-Жомарт Кемелұлы да айтқан бұрында. Яғни сіздер қазір мысалы әлемдік саясатты Үндістансыз мысалы шеше алмайсыз дейді. Латын Америкасыз шеше алмайсыз. Мысалы қауіпсіздік кеңесіне мүше болмайтын Жапония, Германиясы шеше алмайсыз. Расымен де. Ол тек қана 5 мемлекеттің шешімдеріне қарап отыру көптеген мемлекеттердің амбициясына және олардың эгосына қатты тиіп жатыр. Сол себепті кейбір мемлекеттер, оның ішінде Ресей болсын, мысалы Сириядағы мәселе болсын, олар тікелей резолюциялардың бұзылуы мен оның орындалмауына мысалы болды. Америка құрама штаттарының өзі де мысалы Біріккен ұлттар ұйымының резолюциясын қанша рет бұзды.
Яғни ол нені білдіреді? Яғни халықаралық саясатта тәртіпке бағынып оны ұстанатын мемлекеттер бар, және сол тәртіпті орнататын мемлекеттер бар. Бірақ олар теңестірілмегенде біреуі бір ұйымның үстінде тұрады, біреуі бір ұйымның ішінде отырады. Енді кім күшті сол тәртіпті жиі бұзады да, кім жаңа қауқары шамалы солар тәртіпті мүлтіксіз орындап отыратын сияқты. Енді сұхбатымыздың соңына да жақындап қалдық. Жаңағы алғашқы кіріспенде айтқан Абайдың ойына қайттан айналғым келіп отыр, Әркей мырза. Абай айтады, жаңағы адамзаттың бәрін сүй бауырым деп дейді. Енді біз қазір адамзаттың дін өкілдерін түгел өзімізге жинап жатырмыз. Бірақ Абайдың айтатыны бар, жаңағы ол да өзінің сөзі, ақылды адамға иман парыз, иманды адамға ғибадат парыз дейді. Бұл толық адам философиясында айтылатын дүние. Қалай ойлайсыз? Адамзаттың бәрін сүюіміз керек пе, әлде толық адамды ғана сүюіміз керек пе? Енді хакім Абай Құнанбайұлының бұл сөзін мен былай түсінемін. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп деген нәрсе бойында мейірім немесе жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына сіңірген кез келген нәсілдің адамы болса да, сен оны мойында, оның құндылығын бағала, оны бауырым деп сүй деп келтірген сияқты. Яғни егер ол адамның бойында үлгі болатын және оның жақсы істері дініне, діліне, оның ұлтына қарамай ортақ болатын болса, ол сенің бауырың деп келтіреді. Ал кемел адам философиясы ол сөз бен істің бірлігін келтіреді, менің пайымымша. Яғни айтып отырған сөзің ісіңе негіз болу керек. Ісің сол сөзіңнің мысалы дәйегі, соның дәлелі болу керек. Сонда әр адам кемелдікке жетеді деп ойлаймын. Себебі біз неге кей кездері бұл философияға тек қана сөз жүзінде қараймыз, біз ойлаймыз, жақсы адам жақсы сөз айтты, ол жақсы адам екен. Жоқ, ол айтқан сөзін айту парыз, оны орындады ма? Сол айтқан сөзіне сай өмір сүре білді ме? Сол өмір сүру үлгісін қоғамына көрсете білді ме? Сонда ол кемел адам, сонда ол расымен де толық адам. Ол адамның еңбегі ертең қоғамда өсіп келе жатқан қаншама адамға үлгі болады. Сол себепті кемел адам деп мен ол сөзімен ісі үндескен, айтқан сөзі өмір сүріп атқан салтымен бірлікте өмір сүретін адам деп ойлаймын. Әркей мырза, рахмет сөйлі сұхбатыңа келіп ой пікірлеріңмен бөліскеніңізге. Алдағы үлкен шара сәтті өтсін деген біздің де тілегіміз бар. Қанша айтқанмен мемлекеттің абыройы, елдің абыройы, оның сыртында адамзаттың бір пайдасына, адамзаттың мүддесіне қызмет ететін шара болады деп ойлаймыз. Сондықтан осы съезд туралы пікір айтып, пікір білдіре отырып, ақпараттар бере отырып, жалпы адамзаттық пікірлерге, ойларға, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін сізге рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, сара сөзді қарап, салмақты ойларға құлақ түре жүріңіздер. Амандық болсын.